Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін ерекше өте дәмді, нәзік, дәмі тіл үйретіндей тары чизкейк дайындаймыз. Бұндай тары чизкейк кез келген дастарханның сәнін келтіреді және де баршаның көңілінен шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде менімен бірге дайындап, өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Енді чизкейгімізге кіріспес бұрын, егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен түйілген тарыға ыстық сүт қойып, бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Тарымыз бұқтырылғанша чизкейктің основасына кірісеміз. Кез келген песочный печеньені блендер арқылы немесе қолымызбен езіп ұнтақтаймыз. Майдаланған печеньемізға талқан қосамыз. Ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майды таңдағанда маргарин емес, спред емес, сапалы сары майды алуға кеңес беремін. Ұнтағымызды формамызға салып, жақсылап жайып шығамыз. Жақсылап тығыздап жаямыз, шеттеріне бортики жасаймыз. Ыңғайлы болу үшін стакан қолдансаңыздар болады. Ал енді салмасына кірісеміз. Творожный сырға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны қосып, сливкиді құямыз. Қасықпен немесе венчикпен жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Араластырылған кезде миксер қолданбаған жөн. Себебі чизкейгімізді пісіргенде арасы ауаға толы болып қалады. Бұқтырылған тарымызды қосып араластырамыз. Тарының артық сұйықтығы болса, төгіп тастаңыздар. Основамызға салмасын салып, біркелкі қылып жайып шығамыз. Чизкейкті 150 градуста 1 сағат 20 минут уақыттай пісіреміз. Духовканың төменгі қабатында пісіріңіздер және де духовканың есігін мүлде ашпаңыздар. Дайын болған соң 4 сағат уақыттай суытуымыз қажет. Астарыңыз дәмді болсын.